1997 жыл. Нагоядан Токиоға кетіп бара жатқан жылдам поезд. Оның ішінде екі адам бір әңгімені талқыға салып отыр. Ол адамның біреуі сол жерде мыжылып қалған конверттің үстіне бір әңгімені айтып сурет салып отырады. Ал екіншісі оны жақсылап тыңдап, сұрақ қойып отыр. Bugatti маркасының қайта тірілуі және Veyron'ның жаратылысы дәл осы суреттен бастау алған еді. Қазіргі өтіп бара жатқан бензинді қозғалтқыш кезеңінің динозавры 8 жылдан кейін жарыққа шығады. Көптеген жылдамдық рекордтары, атақ, абырой, осының барлығын алып келген дәл осы динозавр болатын. Пойыз ішіндегі адамдар кім десеңіз, ол Volkswagen басшысы Фердинанд Пих және департамент басшысы Карл Хайнц Нойман болатын. Фердинанд Пихтің Porsche секілді Фердинанд есімі жайдан жай емес еді. Ол жай ғана топ-менеджер емес, сонымен қатар инженер-моторист болатын. 50 жылдық үзілістен бергі Лиманда жеңіске жеткен Porsche 917-ге V12 қозғалтқышын дәл осы Пих жасаған болатын. Бұл жолы ол одан да мықты нәрсені ойластырды. Жаңағы конвертке автомобиль шығу тарихындағы ең мықты мотор ойластырылған болатын. Қанша артында тәжірибесі болса да, Нойман мырза оны көріп төбе шашып тұрды. Ол суретте таңғаларлық нәрсе бар еді. Цилиндрлер санын қайтадан санап шықты. Барлығы дұрыс. 18 цилиндр. Арада бір жыл өткеннен кейін Volkswagen компаниясы Bugatti'ді тірілту операциясын қолға алды. Әлемге 90 жылдардың басында жабылып қалған есіктер қайта ашылды. Bugatti'дің өзі құрастырған EB113 моделі өзінің мықты характеристикасына қарамастан сол кездегі маркетинг шайқасынан өкінішке орай қаза тапты. Есінен адасқан Фердинанд Пихтің ойларын іске асыру үшін Volkswagen компаниясы Bugatti'ді толықтай сатып алды. Жинау зауыттары тура сол баяғы француздық Эльзас қаласында қайта жаңартылды. Тура осы цехтарда кезінде зауыттың негізін қалаушы сеньор Эторио Bugatti мырза өз көліктерін жинайтын еді. Алғашында барлығы жылдам қозғала бастайды. Пихтің ойлары мен алғашқы прототиптің шығуына дейін 2 жылда өтпеді. Гиперкардың дизайнына әйгілі Джузеппе Джуджаро жауап берді. Ал қозғалтқышына келсек, прототипте тұрған қозғалтқыш ешкімде жоқ еді. Капот астына 555 жылқының күшін беретін 18 цилиндрлі мотор орнатылды. Мотор атмосферлі болды. Осы нәрсені еске сақтап алайықшы. 6 цилиндрлі 3 қозғалтқыштың қосу арқасында осындай 18 цилиндрге қол жеткіземіз. Мотордың әр секциясы бір-біріне 60 градус бұрышта орнатылады. Жаңартылған Bugatti'ді оталдырып, тіпті жүргізіп көруге де болатын еді. Бірақ та күніге қолданатын көлік ретінде қарастыру үлкен проблемаға алып келеді. Бұл жерде айта кетуіміз керек. 18 цилиндрлі агрегаттар әлемде өте сирек кездеседі. Сирек кездескендігі соншалық, бұндай мотор ол кезде ешқандай көлікте болмады. Және бұған дейін де болмаған. Авиацияда әрине болған, бірақ та арасында ғана, саусақпен санарлық. Оның барлығының себебі мотордың өте қатты жылу бөлгіштігі еді. Ұшақпен ұшқанда бұл ыстықты әйтеуір қалай болсын шығарып жіберуге болады, бірақ та жерде, капоттың астында ешқайда шығара алмайсың. Сол кезде Нойман мырза концепцияны өзгертуге бел байлайды. Боспен көптеген жеке қоздырарлық ұзақ әңгімеден кейін оны әйтеуір көндірді. Оның Пих мырзаға түсіндіруі бойынша -2 гаршок және +4 турбинаны қосқанда нағыз той болатындығы айдан анық еді. Көбірек ат күші және азырақ салмақ. Ешкімге бой бермейтін, турбоға онша сене бермейтін Пих мырза айтқанынан қайтпай көп ойланды. Бірақ та дәл сол кезде Нойманның бір аргументі ойды өзгертуге септігін тигізеді. Басында айтып кеткен Porsche 917 естеріңізде ме? 16 цилиндр, 4 турбина, 1001 жылқының күші. Толық жетек және 0-ден 100-ге 2,5 ғана секунд. Veyron өз құрылымын ала бастайды.
Бирок тагы 5 жыл убакыт өтөдү. Себеби Нойман козголгучту жакшылап иске асырып, көлүк серияга жиберүүгө көп убакыт кажет этти. Тек гана стендте эмес, әр күн сайын, әр 100 километр сайын дөңгөлөк ауыстырууду кажет этпеу керек. Формула 1 көлүктөрүнөн да катуу жүрөтүн Бугаттиди әлем көрүүгө асыкты. Onun салонунда кымбат булгары, аудиосистема, климат контроль болуу керек. Және ең кызыктысы 100 литрлик бак. Дәл осы 100 литрлик бакты керек кезинде 12 минутта босатып тастауга Бугаттидин калкары жететін еді. Сіздерге күлкілі болуу керек, бирактан кызыктуу факт айтып кетейин. Bugatti Veyron'un аэродинамикасын сынау текшерүү жумуштары барысында Бугаттиликтер Формула 1 командаларынан көмөк сурайды. Олар Формула 1 аэродинамикалык трубаларын арендага сураганда кызык жабап алады. Сол кезде формулисттер айтыпты: "Жигиттер, ренжимеңдер, бирок биз ондай жылдамдык менен жүрө алмайбыз. Сондуктан биздин курулгулар сендерге жай гана керек эмес болуп калады" деп айткан экен. Осындай бир кызыктуу факттер бар. Нойман басышын алдамады. Veyron'un кысымы менен талай жылдамдык рекорддору жоюлду. Неге Bugatti Veyron өзүнүн карсыластарына караганда соншалык әйгілі? Маселе мынада. Себеби Veyron осындай жалпыга ортак колдонатын жолдар менен жүрө алатын еді. Ал башка гиперкарлар ол нерсеге кол жетимсиз болду. Себеби каупсиздик ондай деңгейде болмады. Карсыластары тек санаулуу мөлчөрдө сатылатын еді. Ал Veyron кымбат багасына карамастан жүздеп мыңдап сатылды. Таңертең тректе саатына 400 км менен жүргүзүп, кечкисин дәл сол көлүкпен операга баратын едиңиз. 10 аттың күчү бар Veyron саатына 60 000 литр аба менен дем алады. Және дәл сол убакыт ичинде 800 литр антифризди айналдыратын каркында болду. Onun бортунда 10 радиатор бар. Мишленнен арнайы жасалган шиналар Рамфлет технологиясы менен жабдыкталган және олардын бир комплекти $40,000 турады. Базалык техосмотр $25,000, ал магнийден жасалган руль астындагы сат ауыстыргычты куртуп алсаңыз, $9,000 дайындаңыз. Осындай цифраларды эстигенден кийин 1,5–2,5 миллионга дейинги Veyron'ун багасын эстигенде катты шошумайсыз деп ойлойм. Бирок бир өкүнчтүүсү, ар бир Bugatti'ди чыгаруу компанияга $5 миллион айналды. Жалпы Veyron чыгаруу барысында 2 миллиарддан астам чыгым кеткен экен. Неге Bugatti компаниясы осындай чыгымдардан кийин де жаңартылуун жалгастырууда? Жаңа Chiron, одан кийин кымбат Bugatti Divo, осунун барлыгы не үчүн деп ойлойсуз? Бул әлемдик компаниянын өз мүмкүндүктөрүн әлемге көрсөткөн дүнүйөсү болуп саналады. Сеньор Этолио Bugatti бул жигиттер менен мактана алатын еді.